Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан бірінші болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Көктайғақ, боран, тұман. 18-20 қаңтарға ауа райы болжамы жарияланды. Қазақстанның көптеген облыстарында ашық аязды ауа райын анықтаған ауқымды антициклон өз позициясын бере бастайды. Осыған байланысты температуралық фонның біртіндеп көтерілуі және аздаған қар күтіледі. Қазгидромет РМК 18-20 қаңтарға ауа райы болжамын жариялады деп хабарлайды Айқын.кз. Синоптиктердің мәліметінше Қазақстанның көптеген облыстарында ашық аязды ауа райын анықтаған ауқымды антициклон өз позициясын бере бастайды. Осыған байланысты температуралық фонның біртіндеп көтерілуі және аздаған қар күтіледі. Ал елдің батысында, оңтүстігінде және оңтүстік-шығысында тұрақсыз ауа райы сақталады. Жауын-шашын негізінен қар түрінде өтеді. Көктайғақ күтіледі. Боран мен жел күшейеді. Түнгі және таңертеңгі сағаттарда ел аумағында тұман күтіледі. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видео ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.